Шаһар тұрғындарын маусымаралық кезеңде көкөніспен қамтамасыз ететін 8 шаруа қожалығының жылыжай кешені жұмыс істейді. Былтыр облыс орталығындағы жылыжайлардан 252 тоннаға жуық өнім алынған. Тұтынушыларды жергілікті көкөніс өнімдермен қамту мүмкін бе? Тақырыпты Орал жылыжай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тыныс тірлігімен танысып қайтқан арна тілшісі тарқатады. Самал шағын ауданындағы аумағы 1300 шаршы метр бұл жылыжайдың бой көтергеніне 2 жыл ғана болды. Былтыр мұнда қияр мен қызанақ егіліп, 64 тонна өнім жиналған. Биыл қиярдың Бёрн Кураж деп аталатын 2 түрі отырғызылған. 23 мың түп қияр қазір гүлдеп шайқалып тұр. Мұнда 10 адам еңбек етеді. Тізіле өрілген көкөніс сабақтарынан мол өнім алу үшін тер төгіп жүрген бағбанның бірі Меңдігери Ихсанов алғашқы өнімді 10 күн бұрын жинаған. Үйренбеген адамға қиындау енді бұлай. Біздер үйрендік, құтыларға бастап отырдық. Сонан жайлы өзіміз баптап, агрономымыз бар. Сол кісі үйретті, сол арқылы жұмысымызды осылай жалғастырып жатырық. Күндегісін күнде алып кетеді, жинап сол нетіп жатырық. Осы уақытымызда енді ораймыз, арамшөптерін жұламыз. Айына 100 мыңнан алып тұрамыз. Жататын орын жылы бәрі. Өндіріс кешенінің іші 22 градус жылы. Тымырсық ауа тынысты тарылтады. Десек те бұл өсімдік жылуды ылғалды ұнатады. Толықтай заманауи құрылғылармен жабдықталған жылыжайда тамшылатып суғару әдісі қолданылады. Өнімнің сапасы алыстан арбалап келетін импорттық өнімнен еш кем түспейді. Қазір сауда нүктелеріндегі қиярдың келісі шамамен 700 мың теңгеде, ал жылыжай иесі алыпсатарларға келісін 500 теңгеден өткізеді. Яғни делдалдар бағасын 2 есе қосып отыр. Көріп отқандай бұл Орал жылыжай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ең қаладағы ірі кешендердің бірі. Бүгінде жауапкершілігі шектеулі серіктестік бірінші дақыл айналым бойынша 13 мыңға жуық алқапқа қияр көкөнісін отырғызып жинап отыр. Піскен өнімдер қала базарлары мен дүкендеріне тұрғындарға саттылыққа өз мерзімінде жаңа бірінші, екінші дақыл айналымда піскен уақыттан кейін осылай өнімдер жиналып ұсынылып отырады. Шаһарда 8 шаруа қожалығында жылыжай кешені бар. Оларда негізінен қияр, қызанақ, болғар бұрышы және аскөк өсіріледі. Өткен жылы облыс орталығындағы жылыжайлардан 252 тонна өнім алынған. Сала мамандарының айтуынша өңір тұрғындарын жергілікті көкөніс өнімдерімен толық қамту әзірге мүмкін болмай отыр. Жылыжай бизнесінің пайдасы шаш етектен. Мұны кәсіпкерлер де жақсы білет. Әттеген айы 2018 жылдың 2-ші дақыл айналымнан бастап жылыжай шаруашылығына қаржылай қолдау көрсетілмейді. Ауыл шаруашылығы министрінің 297-ші бұйрығына сәйкес 2-ші дақыл айналымынан бастап былтырғы жылы бұл демек қаржы қарастырылмады. Біз енді өз ұсыныстарымызды өз тарапымыздан жаңағы басқармалар министрлікке жолдаған болатынбыз. Кәсіпкерлер енді жылыжай шаруашылығымен айналысуға қызығушылықтары өте жоғары. Келіп жаңағы сұрастырып, жаңағы жер учаскелер бойынша жылыжай кешендерімен айналысатын осы басшылыққа келіп өздерін жаңағы опыт дейміз ғой, келіп сұрастырып, бөлімінде жылыжай кешендерінің өздерінен де аяқтай келіп сұрап қызығушылық танытқан тұлғалар бар. Талдаулар жергілікті жылыжайларда өсірілген табиғи өнімге сұраныс жоғары екендігін көрсетіп отыр. Сондықтан облыс орталығында әр сенбі сайын ұйымдастырылатын жәрмеңкеде көкөніс өнімдері тұрғындарға арзан бағамен ұсынылады. Гүлден Аюпова, Ербол Мдғалиев, Айдос Кесимов, Ақжайық арнасы.